Барлықтарыңа сәлем достар, құрметті көрермендерім. Менің атым Әсем, мен Батыс Қазақстанда тұрамын. Менің гүлдер каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімде мен барқытсый гүл туралы айтамын. Яғни бұл барқытсый өте аласа бойлы болып өсетін барқытсый. Өте кішкентай болады. Және де міне, мысалы мынау бір өзі бір гүл. Басында бір таяқ шығып шығады. Көп адамдар жаңағы не істеуі мүмкін, жаңағы шошып кетуі мүмкін, бір таяқ шығып тұра ма деп. Бірақ міне көріп тұрғаныңыздай, қазір көрсетейін. Міне біреу, екеу, міне үшеу. Үш жол бойынша тарап тұр міне. Одан міне үш тарапты көрдіңіздер ме? Ол барқытсый гүлі көбісіміз білеміз, да? Қандай гүл екенін, иісі бар. Көбісіміз баяғы кішкентай кезіміздегі есімізге түсіріп, жаңағы бала шақты есімізге түсіретін гүл деп айтамыз. Көбінесе түстері осындай сарғылт, жаңағы қызғылт, ақшыл түсті болады. Бұның ең бірінші шығатын бұл барқытсый ең басында қызыл түсті болады да, жайлап күннің жаңағы қатты түсуіне байланысты осындай сары түсті болады. Өзіме қатты ұнайды. Бұл жерде мен бұны құлпынайлардың қасына, міне осылардың қасына егіп қойдым. Себебі болдың жаңағы барқытсыйдың ерекшелігі жаңағы зиянкестерден, иісі арқылы зиянкестерден қорғайды. Бұның егілу туралы айтатын болсам, көбісіміз білетін шығармыз, кейбір негізі, бірақ көбісі еге алмайтындар да бар. Бұны сразу далаға егуге де болады, немесе жаңа көшет арқылы да отырғызып, далаға ерте гүлдеуін күткілеріңіз келсе, көшет арқылы отырғызуға болады. Ол үшін сәуір айларында жайлап көшетке отырғызасыз, бірақ оның уақытыңызды көп алады, дегенмен де ерте гүлдегін тамашалайсыздар. Мен бұны көшет арқылы отырғыздым. Менде бұл уже май айында гүлдеп тұрды. Қазір шілде айында әлі гүлдеп жатыр. Мұндай қорағандарын міндетті түрде алып тастаймыз. Бұлар күш алып гүлдеуімізге кедергі жасайды. Сонда мыналарды алып тастасаңыздар, одан да артына тағы шығады. Сол кезде де бір жағынан әдемі де болып тұрады. Бұндай барқытсыйдың тағы да менде үлкен түрі бар. Ол сары түсті. Кейбіреулер ұнатуы да мүмкін, кейбіреулер ұнатпауы да мүмкін, бірақ бұны қиярдың арасына да егіп тастасаңыздар да болады. Сәбіз, қызанақ, кабачоктың баклажанның арасына егіп, ең басы орам жапырақтың арасына егсеңіз, бүкіл жаңағы орам жапырақты жейтін зиянкестерінен барлығына қорғайды. Бір орам жапырақ, бір барқытсый, бір орам жапырақ, бір барқытсый. Сөйтіп егсеңіздер, зиянкесі былтыр мен сөйтіп еккенмін. Биыл орам жапырақ еккен жоқпын, өкінішке орай. Себебі оның күтімі өте көп қажет етеді. Менің уақытым жоқ. Оның орнына қызанақты мол ектім. Солай. Егер осылай тағы да видеолар көргілеріңіз келсе, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны бассаңыздар, жаңа түсірілімдерді көріп отырасыздар. Егер де осындай барқытсыйды алам десеңіздер, тұқымын күзде маған күзге таман заявка жіберсеңіздер, жазып жіберсеңдер комментарийге. Барлығын қызанақтың, барлығын тұқымдарын қосып бірге жіберемін кез келген жерге. Сау болыңыздар.